Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 10-шы сынып. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы Сегізаяқ өлеңі. Сіздермен бірге мен Татибекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Оқу мақсаты: автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау, шығармадағы көркемдеуіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Кіру билеті арқылы оқушылардан бүгінгі сабақтан күтілетін нәтижелерін анықтау. Өлең жолдары арқылы екі топқа бөлу. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Төңкерілген сабақ әдісі бойынша меңгерген жаңа сабақта тексеру. Абай Құнанбайұлының 1889 жылы жазылған өлеңі. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жазды күні шілде болғанда, қыз сегізаяқ. Екінші сұрақ: сегізаяқ өлеңінің тақырыбы. Алауыздық туралы, әлеуметтік мәселелер, жалқаулық туралы, надандық туралы. Үшінші: сегізаяқ қазақ өлеңіне Абай қосқан шумақтың үлгісі. Бұл өлеңнің әр шумағы 8 жолдан тұрады. Өлеңнің ырғақты құрылысы да өзгеше деген пікірдің авторы. Ахмет Байтұрсынұлы, Зәки Ахметов, Міржақып Дулатов, Мекемтас Мырзахметұлы. Абай Құнанбайұлының 5 буынды тармақтар мен 7-8 буынды тармақтарының жүйелі үйлесіп араласуынан түзілген өлеңін анықтаңыз. Ғылым таппай мақтанба, жазды күні шілде болғанда, қыз сегізаяқ. 5-ші сұрақ: Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңін сәйкестендіріңіз. Қайнайды қаның, ашиды жаның. Егіннің ебін, сауданың тегін. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп. Атадан 6, анадан 4. А нұсқасы: үйленіп ойлап мал ізде. Б нұсқасы: мінездерін көргенде. С нұсқасы: жалғыздық көрер жерім жоқ. Д нұсқасы: екі жаққа үңілдім. 6-ші сұрақ: Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңін сәйкестендіріңіз. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Пайдасыз ақыл, байлаусыз тақыл. Жұмыссыз сандал, еріксіз малдал. Бауырына тартқан, сырыңды айтқан. А. Атадан бала ой өзге. Б. Күлкішіл кердең наданның. С. Сырласың сырт айналар. Д нұсқасы: деген кім бар сендерге. Бірінші тапсырма: Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңіне қатысты кестені толтырып, автор бейнесін анықтаңыздар. Өлең шумақтары: басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Күлкішіл кердең наданның. Қайнайды қаның, ашиды жаның. Мінездерін көргенде. Аулаққа шықпай, сыбырлап бұқпай, мейірленбес еш өзге. Тасыса өсек, ысқыртса кесек. Құмардан әбден шыққаны. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Егіннің ебін, сауданың тегін. Үйреніп ойлап мал ізде. Осы өлең шумақтарындағы автор бейнесі қандай? Екінші топ: берілген тірек сөздердің ішінен лайықтысын таңдап, автор бейнесін құрастырыңыз. Тірек сөздер: құр кеуде, топас, дәрменсіз пенделер, адал еңбекке үндеуші, мансап үшін қырқысқан қазақ арасындағы саяси әлеуметтік ахуал, ауызбірлік. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма: бірінші топқа Абайдың сегізаяқ өлеңіндегі көркемдеуіш құралдарды анықтаңыздар. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жерім жоқ. Жаяуы қапты, аттысы шапты, қайрылып сөзді кім ұқсын. Екінші топқа Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңінде құбылту мен айшықтау түрлеріне өлеңнен мысал келтіріңіз. Метафора, метонимия, символ, антитеза. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Көркемдеуіш құралдарды анықтайды, троп түрлерінен өлеңнен мысал келтіреді. Үшінші тапсырма: бірінші топқа сегізаяқ өлеңінен берілген терең мағыналы сөздердің түрін анықтап, автор шеберлігіне талдау жасаңыз. Өлеңнен мысал, терең мағыналы сөз,
Автор шеберлігі. Өлеңмен мысалға тоқталайық. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол, бай тап, адам бол, мал тап. Қуансаң, қуан сол кезде. Біріңді қаза, бірің дос, көрмесең, істің бәрі бос. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Екінші топқа Абай Құнанбайұлының Сегізаяқ өлеңінен берілген мысалдар арқылы көркемдегіш құралды ажыратып анықтама беріңіз. Өлеңнен мысал, көркемдегіш құрал, анықтама. Толғауы тоқсан қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Қайнайды қаның, ашиды жаның, болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос. Дескриптор. Көркемдегіш құралдарды анықтайды, автор шеберлігіне талдау жасайды. Сабақ соңында кері байланыс. Хабарлама әдісі бойынша сабақты қорытындылау. Үйге тапсырма. Абай Құнанбайұлының Сегізаяқ өлеңінен ұнаған шумақты жаттап, көркемдік ауыстыруларды анықтаңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.